Том Бьюкенен есімді батыл жігіт бірнеше жыл бұрын Гиннестің өте қорқынышты рекордына жетуге тырысқан. Том шыны қорапта жатты және оның денесіне өрмекшілерді бірінен соң бірін сала бастады. Олар жігіттің денесімен жүре бастады. Мен мұны айтқан кездің өзінде менің денем түршігіп кетті. Бірақ оған осылай жатқан ыңғайлы сияқты. Сонымен оған 125 өрмекшіні тастады. Ол оларды денесінде 30 секунд ұстады және оған Гиннес рекордтар кітабынан сертификат берілді. Мүмкін бұл үйде Томға өмір сүру ыңғайлы болар еді. Бірақ іші өрмекшіге толған үйдің иесіне ол ыңғайсыз және өте қорқынышты. Өйткені өрмекшілер оның қызының бөлмесінің төбесін басып алды. Бұл аңшы өрмекшілер болуы мүмкін және олар улы болып келеді. Бақытымызға орай ол аналық емес. Бірақ бұл өрмекші өте үлкен. Сондықтан да үй иелері өте қатты қорқып тұр. Ең үлкен өрмекшілер де осы улы